Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ғаламнан ақпарат. Ғаламда осындай бір терең оқиға бар. Ол адамзаттың рухани өткен жолын бейнелейді. Тарихи деректерде Иса пайғамбардың 12 шәкірті болғаны айтылады. Алайда ақиқатында олардың саны 13 болған. Иса сол шәкірттеріне ғаламның терең сырларын, адам болмысының мәнін, сакралды білімнің түпкі негіздерін ашқан, даналықтың кемелдік пен парасаттылықтың жолын үйреткен. Шәкірттері ұстаздарының қасында жүріп, әлемді еркіндікке, азат санаға шақыру, сананың бостандығы туралы миссияны атқаруды мақсат еткен. Алайда жер бетінде олар пенделікке беріліп, бір-біріне іріткі салып, өз ұстаздарының жолын қызғанышпен қабылдаған. Соның соңы Исаның аса қатыгездікпен өлтірілуіне әкеледі. Бірақ олар білмеген бір құпия бар еді. Иса бұл оқиғаның алдын ала боларын біліп, тәнін жерде қалдырып, 33 жасында рух ретінде көкке көтеріледі. Жоғарыдан қарап тұрып, өзі үйреткен барлық білімді, шәкірттеріне ашқан құпия ілімдерді де өзімен бірге ала кетеді. Қоштасар алдында ол былай дейді: енді ақиқатты әрқайсысын өздерің табасыңдар. Мен сендерге берген білімді көкке көтеремін, ал жерде сендер іздену арқылы жетесіңдер. Содан кейін шәкірттер өз қателіктері мен алған сабақтарын арқалап, планетаның түкпір-түкпіріне тарап кетеді. Олар рух деңгейінде жаңа дәуір келгенде қайта біргеміз деп уағдаласады. Қазір сол рухтар қайта туған. Ұстаз да, шәкірт те бәрі ұстазға айналды. Сол ұстаздардан шәкірт жаңа ұстаздар пайда болып, ғаламның дамуына үлес қосуда. Бұл оқиғадан алынатын түпкі мән біреу: бірігу, бірін-бірі мойындау және даналық қана адамзатты алға жетелейді. Егер осыны тереңінен оқысақ, бұл жай әңгіме емес, сананы оятатын ілім екенін аңғарасың. Жер өз тербелісін толық өзгертті. Оның ішкі қабаттары жаңару кезеңіне өтті. Жер ядросы енді орталық шеңбер бойымен айналуда. Бұл өзгерістің мәні терең. Адам енді әрекетті сыртқы талаппен емес, ішкі түйсік арқылы жасай бастайды. Қоғам таңып келген жасанды ережелер біртіндеп күйрейді. Адам тамақты да сүйсініп ішеді, ұйқыны да еркін қабылдайды. Организм өз ретін ғарыштық үйлесіммен өзі реттейді. Ештеңеге қарсыласпаңдар. Қазір жер ядросы орталық деңгейде жоғары жылдамдықпен айналғандықтан, жердің өлшемі мен уақыттың ағымы шамамен 10 есе жылдам өзгеріске түсті. Энергиялық вибрация толқындары түгелдей жаңаруда. Адамзаттың аура қабаттары айқындалып, түрлі түстерде көріне бастады. Қасиеті толық ашылған адамдардың төбесінен үлкен шеңбер іспетті ғаламдық порталдар ашық тұр. Бір адамның өзі арқылы миллиондаған күш әрекет етіп, адамзаттың ДНК деңгейіндегі өзгерістеріне әсер етуде. 2026 жыл басталғалы бері көптеген адам түсінде де, өңінде де өткен ғұмырларын көріп, қасындағы жандардың шынайы маңызын түсіне бастады. Бұл жыл айырылысу емес, қайта қауышу жылы. Көптеген адамдар өмірлік серігімен, ата-анасымен, жақындарымен қарым-қатынасты қайта жандандырып, жаңа деңгейде бастайды. Махаббаттың терең мағынасы ашылады. Қазірдің өзінде адамдар адам ретінде де, рух ретінде де өз-өзіне есеп беруді бастайды. Өміріндегі әрбір әрекет пен шешімді қайта қарап, саналы талдау кезеңіне өтті. Әсіресе бұл жыл ұл мен қыз тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін жыл. Баланы шыңдайтын, болмысын қалыптастыратын кезең. Қазақ қоғамында ер балаға деген көзқарас түбегейлі қайта қаралады. Ер азаматтарға жоғарғы жауапкершілік жүктеледі. Жалқаулыққа орын жоқ. Ерлерге артылған міндет көбейеді.
әрі олар өздерінің мықты болмысына қайта оралады. Ер мен әйел теңдігі мен үйлесімі жерден емес, ғаламдық заңдылықтан бастау алады. Өздеріңіз де байқайсыздар, айналаңыздағы ер азаматтар күрт өзгеріп, санасы оянып, өз болмысын, өз жолын іздеуге кіріседі. Қазіргі таңда жерімізге, елімізге және бүкіл планетамызға ғарыштық қауымдастық тарапынан үлкен өзгерістер туралы ақпараттар келіп жатыр. Көптеген мемлекеттерде саяси өзгерістердің басталуы соның көрінісі. Ғарыш қауымдастығы өркениеттер арасында жаңа келісімдер мен жаңа өзара түйсіктік кезеңі келе жатқанын жеткізуде. Бұрыннан айтып жүргеніміздей, өзге ғаламшарлық өркениеттер физикалық әлемде көріне бастайды дедік. Бүгінде көптеген адамдар мұны көріп, сезініп, байқап жүр. Кей адамдардың жанында беймәлім серіктестіктердің барын түсіну, ішкі ақпарат алу, сананың жаңа деңгейге өту үдерісі басталды. Әрі өзге ғаламшарлықтар ДНК деңгейімізді жаңартуға көмек беруде. Әсіресе Андромеда өркениеті қазір көмектесуде. Ғылыми тұрғыда Андромеда галактикасының бар екені дәлелденген, әрі ол бізге ең жақын галактикалардың бірі. Жоғарғы әлемде бұл өркениет жаңару мен бейімделу символы ретінде сипатталады. Көп адам оларды түсінде немесе қасында жасыл көк түстерімен жүргенін көруде. Мұның бәрі жаңа көп өлшемді кеңістіктің энергиясына бейімделу басталғанын білдіреді. Қазір бәріміздің қасымызда басқа планеталықтар жүр. Қазір көптеген адамдар әртүрлі сезімдерді бастан өткеріп жатыр. Кейде өзіңді өте күшті, кең дүниенің бір бөлігі сияқты сезінесің, ал кейде керісінше әлсіз әрі нәзік күйге түсесің. Бір сәтте бәріне мейірім мен қарағың келеді, ал бір сәтте жалғыз қалғың келеді. Бұл адамзаттың өзін және айналасындағы әлемді тереңірек сезіне бастағанының белгісі. Қазір адамдар бұрынғыдай тар шеңберде ойламайды. Көпшілік әртүрлі діндер мен ілімдерді, кітаптарды оқып, соның ішінен өзіне пайдалысын ғана алуға тырысады. Адамға жат нәрсені қоғамда билік те күш деп қабылдайтын уақыт біртіндеп артта қалып келеді. Бұл өзгеріс тек бір елде емес, бүкіл әлемде болып жатыр. Адамдар өз өмірі туралы көбірек ойланып, қай жолды таңдайтынын саналы түрде шешуге көшті. Енді әр адам өз таңдауы үшін өзі жауап бергісі келеді. 2026 жыл еркіндік жылы. Сананың, ойдың, жүректің және тәннің еркіндігіне бастайтын кезең. Қазір көп адамды алаңдатып жүрген негізгі мәселе басқалардың, тіпті мүлдем танымайтын адамдардың өміріне араласып кету. Адам болғасын кейде ойланбай сөйлеп, біреуді сынап, орынсыз пікір айтып жатамыз. Бұндай әрекеттер кейін түрлі қиындықтарға, шығын мен қарызға алып келіп жатады. Сондықтан жоғарғы әлемде бір маңызды ой айтылуда. Өзіне қатысы жоқ дүниелерге араласпау керек. Әлеуметтік желідегі танымал адамдардың өмірін талқылап, біреудің ісіне күйіп пісіп, бос әңгімеге уақыт пен энергия жұмсамауға үйретуде. Себебі өзімізге қатысы жоқ дүниелер өте көп энергияның шығын болуына алып келуде. Егер адам қарызсыз, тыныш өмір сүргісі келсе, өз арман мақсатына көңіл бөліп, энергия өзіне қажет нәрселерге ғана жұмсау керек дейді ғалам. Бос сөз бен пайдасыз әңгімеден алыс болыңыздар деп үйретуде. Адам өзі өзгермесе, өмірдің өзі түрлі жағдайлар арқылы оятуға тырысады. Ғалам күштері сол үшін қазір әркім өз өміріне, өз отбасына, өз балаларына жауапкершілікпен қарап, саналы деңгейде өмір сүруге көшетін уақыт толық келді. Қазір бұл әлемде көптеген дана рухтар өмір сүріп жатыр. Олардың әрқайсысы өз дамуына, өз ішкі жолына көңіл бөлуде. Биік рухтар өз миссиясымен, өз міндетімен айналысып жүр. Соған қарай жаратқанның өзі дайындап, бағыт беруде.
Жаратушының айтқаны бір-бәрімізге. Жүректі тыңдап, ойды таза ұстаңыздар. Барлық есік ашық. Қазір ғаламның адамдары рух деп атауының себебі бар. Өйткені адам өз рухымен біріге бастағанда, оны дәл сол рухы тәрбиелейді. Рух адамға қалай өмір сүруді, жүрек пен ойды тыңдауды үйретеді. Ешкімге зиян тигізбей, өз жолымен тыныш жүруді көрсетеді. Рух адамды бәріне Құдайдың көзімен қарауға жетелейді, терең ойлауға үйретеді. Ішкі дүниені махаббатқа толтырып, ешкімді жек көрмей, барлығын қабылдай алатын деңгейге жеткізеді. Өйткені рух жаратқанның бір бөлшегі. Себебі жаратушы сансыз рухтың қосындысынан тұратын ұлы абсолют. Сізді, мені, бізді, бәрімізді бір-бірімізге жалғап тұрған ұлы күш жаратушы. Біз бәріміз тұтаспыз. Бұл әлемде ешкімге жат емес. Үйіміз бір, келген жеріміз бір, баратын жеріміз де бір. Ғаламның сен мен сен деп айтуының мәні осыда. Бәріміз бір-бірімізбен терең үндесіп, бөлінбес тұтас құрамбыз. Назарларыңызға рахмет.